Мен бүгін тағы да 11-і бүгін 12-сіне. 13 декабрь. Акиматқа келдік тағы да. Ход таба алмай жүр. Қаяқта екен бұл ходта. Осы жақтан сүріп кетті. Осылай үшін қолжетімді орта біздің әкімдіктің өзінде. Қайда? Мен әріп түйіліп қал. Осы еме тіке басасын деп. Бірақ бардыр, былай да бардыр, былай да бардыр. Әлеуметтік сұрағымызға жауап алуға егер қолжетімді орта атырауда қалыптаспаған сол. Бірақ маған бір госорын келіп жауап берген жоқ оған нақты. Айтатындары бағана ақша бөлінген жоқ, проекті де жоқ. Неге жоқ? Неге біз шектелеміз? Жауап емес қой. Проектте болса кірістіру керек. Ақша бөлу керек, жасау керек деген нәрсе. Біз кетіп жатырмыз. Өзіне кіру проблема. Бұл жерге келген сақтымыз. Аяғым соғым. Активітіге түстік әйтір айналып айтты. Ашып кетіңіз, кіре алыңыз. Әлеуметтік сұраққа жауап па? Әлеуметтік сұраққа жауап па? Кімде шақыра қояды ма? Бірнеше рет келдім, бірақ көріп жүрген боларсыз. Бірнеше рет келдім. Жауап алмай жүрмін. Қолжетімді орта. Оның жағыңызда терезе бар, окошко, соған бара қойыңыз. Ішінде адам бар, шақырып бере қояды сізге. Айта қойсаңыз. Мен неге айтуым керек? Мен сізді алып бара қояйын. Айтып жүріңіз. Әлеуметтік сұрақтар жөнінде жауап алайын дедім. Не жөнінде? Әлеуметтік сұрақтар жөнінде. Қолжетімді орта жөнінде ғой. Қолжетімді орта жөнінде. Бірнеше рет келдік. Бірақ жауап жоқ. Неге аламын мен? Келсін өздері.
Так, миллиондар көп, бір күн андай полоса көрген тұр. Қазір мен дейтін өшіріп қосып тұрам. Себебіне алдында дейтін 1 сағат бостан-босқа тұрдық. Гос органдар келгенде қоса қоямын. Мама? Айтатса? Аудио, видео фиксация жүріп жатыр. Есіміңіз? Есімім Айсұлу. Азаматтар қабылдау бөлімінің маманымыз. Не мәселемен келіп тұрсыз? Әлеуметтік сұрақ. Әлеуметтік. Қолжетімді орта. Неге қалада жаңа жолдар салынса, білет жалпы. Әкімнің орынбасары да бәрі де білет. Сол сұрағыма жауап алып, әлі ала алмай жүрмін. Бірнеше рет келдім, уже 4-5 рет келіп тұрған болған. Сонда бізде дейтін сол қолжетімді ортамен айналысатын гос органның болмағаны ма? Сол мәселе. Мен сені шақырайын мамандар. Білмеймін мен енді. Мен әкімнің орынбасары Орақовичте келді, жауап беріңіз. Жасалып жатыр, бірақ жасалып нәтиже жоқ. Қазір мен шақырайын сені. Çok жетті кетті. Şimdi yetmişini yapıyor. Келген мақсатымыз манағы қолжетімді ортаны қалыптастыру. Сол бағытта жұмыс жасау. Қандай жұмыс жасалып жатыр. Сосын қаншалықты келесі жылға ақша бөлінді. Неге осы жыл жасалмады? Сонда. Новый жолдар салынды, біз неге ескермедік? Көп сұрақ жалпы. Саламатсыздар, видео аудиофиксация жүріп жатыр. Ескертем. Не мәселемен келіп тұр едіңіздер? Есіміңіз? Мадина, біздер жұмыс қабылдау басқармасынан қабылдау бөлімінен келіп тұр. Не мәселемен келіп тұр? Қолжетімді орта. Қолжетімді орта. Қолжетімді орта? Именно не мәселесі? Барлық мәселе. Бүткіл қала ішінде. Қала ішінде? Здания, жолдар, автобустар. Жолдар, автобустар дейді ғой. Саламатсыздар, Аюш Шамшылы. Азаматтар қабылдау орталығы маманы Аида ғой. Қандай мәселемен? Аудио фиксация жүріп жатыр. Яғни білесіз ғой, алдында мәселе ғой, сол әлеуметтік мәселе. Қолжетімді орта не үшін қалыптаспай жатыр қаламызда? Қай госорган жауап береді соған? Неге біз дейтін осыншалықты қаламызда дейтін өзіміз еміне күн жүре алмаймыз? Оны барлығы біледі. Сіз де бірнеше рет шықтыңыз. Сондықтан мәселе сол, сұраққа жауап жоқ. Сізге алдына мамандар шықты ғой, басшылар сөйлесті. Мамандар шыққанмен нақты жауап жоқ қой. Жоқ, мамандар емес, мына жерде городской ЖКХ, транспорт, дейді ғой.
көз алдыңызда сөйлесті ол жерде сіздерге. Жауап жоқ. Хорошо, жақсы. Қазір мамадан шақырайын. Маманы шақырғанмен какой толк, алмас келеді, алдына құрыға дейін төгеді. Әкім дейді, тапсырма берді дейді, тапсырма берген дейді, біз естідім, қандай тапсырма екен. Тек қана поворотторға жасады болды. Не керек онда, маған өтіп нәрсе керек емес. Маған нақты жұмыс керек. Күтейік кішкене. Телефон құлақ болды ғой. Ваш поезд готов к работе. Режим интернет. Режим для книги. Режим говорящий. Режим плеер. Внутренняя память. Папка для сохранения. Переход по папкам. Папка для сохранения. Переход по файлу. Қабілеті шектеулі адамдардың бірі ретінде қолжетімді ортаны үшін тиісті жағдай жасау өте маңызды. Атырау облысында барлық объектілер бойынша тактильді тақтайшалар, бағдаршамдарда дыбыстық сигналдар, қоғамдық көлік бағытын қадағалау жөнінде бағдарламаның дыбысталуы, жаяу жүргіншілердегі дыбыстық маяктар, ақпаратты еркін алу құқығы туралы Қазақстан Республикасы Конституциясы 20 бабының 1-ші тармағына мемлекеттік қызмет туралы Қазақстан Республикасы заңына және тағы басқа сәйкес баяндалған негізде аялдамалар тиісті емес пе? Жоғарыдағы заңдарға президентіміздің қаулысында үкіметтің қабылдаған ұлттық жоспарына, халықаралық заңнамаларға, Қазақстан ратификациясы қабылдаған заңдарына сүйене отыра, мен неге мүмкіндігі шектеулі Қазақстан Республикасы азаматы ретінде қолжетімді ортаға қол жеткізе алмай жүрмін? Біздің мемлекетіміздің заңы бойынша әр адам заңның алдында тең емес пе? Мен де сол азаматтардың бірімін ғой. Бүгінгі таңда неге мен өзім емін-еркін қалада жүре алмаймын? Біріншіден, жаңа жолдар салынса да қолжетімді орта неге қарастырылмаған? Неге біз сол жолдарда өзіміз емін-еркін жүре алмаймыз? Екіншіден, қоғамдық көлікті басқаратын бағдарламаның болғанымен неге біз өзіміз емін-еркін ешкім көмегінсіз үйде отырып бақылай алмаймыз? Қоғамдық көліктерде аялдамалардың атын айтатын құрылғы қолданылса да, кейбіреулерінде қаласа қосады, қаласа қоспайды, кейбіреулерінде мүлдем жоқ. Не үшін? Егер де олардың өзінің жұмыс атқармаса, неге мемлекет оған ақша шарт оны салғызды? Төртіншіден, бағдаршамдарда біздерге бейімделіп жасалмаған,
осы күнге дейін сол бағдаршамдарды өту үшін неге біз біреудің көмегіне жүгінуіміз керек? Жаяу жүргіншілерге де дәл сондай жағдай. Толықтырып кеткенде біздің қалада өзімізге емін-еркін жүру мүмкін емес. Әлде менің көтеріп жатқан әлеуметтік мәселелер заңға қарама-қайшы болатын болса, маған түсіндіру жұмыстарын толығымен жүргізіп, тиісті жауап берулеріңізді сұраймын. Біздің сөзімізді сөйлейтін депутаттарымыз неге үнсіз отыр? Неге мемлекеттік қызметкерлер президентіміздің тапсырмаларына және заңдарға немқұрайлылық танытып отыр? Последний файл. Воспроизведение карты завершено. Стоп. Воспроизведение. Уважаемые государственные служащие, ответственные за социальную сферу. Как вам известно, в Республике Казахстан национальный план по обеспечению прав и улучшению качества жизни лиц с инвалидностью в Республике Казахстан до 2025 года. Утвержденным постановлением правительства Республики Казахстан от 28 мая 2019 года приказом 326 далее национальный план. Целями национального плана являются реализация принятия в Республике Казахстан обязательств в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов, далее Конвенция, реформирование инклюзивного общества через создание благоприятной среды для всех уязвимых групп в рамках социальной модернизации Казахстана до 2030 года. В соответствии со статьей 1 Конвенции, цель настоящей конвенции заключается в поощрении, защите и обеспечении полного и равного осуществления всеми инвалидами всех прав человека и основных свобод, а также в поощрении уважения присущего им достоинства. Кроме того, согласно пункту 1 Этического кодекса государственных служащих Республики Казахстан, утвержденным указом президента Республики Казахстан от 29 декабря 2015 года номером 153, государственная служба Республики Казахстан играет особую роль в жизни общества. Она заключается в обеспечении жизнедеятельности общества и удовлетворении общественных интересов наилучшим и эффективным способом. Государственные служащие в своей деятельности должны быть приверженцы государственной политики и последовательно проводить ее в жизни. Стремиться сохранять и укреплять доверие общества к государственной службе, государству и его институтам. Общество рассчитывает, что государственные служащие выполняют свои обязанности и функции компетентно и эффективно в соответствии с законами со всей добросовестностью. В соответствии со статьей 1 Конвенции, цель настоящей конвенции заключается в поощрении, защите и обеспечении полного и равного осуществления всеми инвалидами всех прав человека и основных свобод, а также поощрение уважения присущего им достоинства. Согласно статье 4 Конвенции, государственные участники обязуются обеспечивать и поощрять полную реализацию всех прав человека и основных свобод всем инвалидам, без какой-либо дискриминации по признаку инвалидности. С этой целью государства, участники обязуются а. принимать все надлежащие законодательные, административные и иные меры для осуществления прав, признаваемых настоящей конвенцией, учитывать во всех стратегиях и программах защиту и поощрение права человека-инвалидов, принимать все надлежащие меры для устранения дискриминации по признаку инвалидности со стороны любого лица, организации или частного предприятия, проводить и поощрять исследовательскую и конструкторскую разработку товаров, услуг, оборудования и объектов универсального дизайна, определяемого со статьей 2 настоящей конвенции, чья подгонка под конкретные нужды инвалида требовала как можно меньше адаптации и минимальных затрат, способствовать их наличию и использованию, а также продвигать идею универсального дизайна для выработки стандартов и руководящих ориентиров, проводить и поощрять исследовательскую конструктивную разработку, а также способствовать наличию и использованию новых технологий, включая информационно-коммуникационные технологии, средства, облегчающие мобильность,
устройств и ассистивных технологий, подходящих для инвалидов, с удалением первоочередного внимания недорогим технологиям. Предоставить инвалидам доступную информацию о средствах, облегчающих мобильность, устройствах и ассистивных технологиях, в том числе новых технологиях, а также других формах помощи, вспомогательных услугах и объектах. В этой связи особо важно создание соответствующих условий для доступной среды для людей с ограниченными возможностями, в том числе и я, как один из людей с ограниченными возможностями по зрению. На основании сложного соответствия с пунктом 1 статьей 20 Конституции Республики Казахстан, Закона Республики Казахстан о государственной службе и так далее, о моем праве свободного получать информацию по всем объектам жүргіншілер. Сізбен анда қалалық бөлімнің орынбасары, басшының орынбасары мен медигер мекеме жолықтырамыз деп. Жолықтырған жоқ. Маған дейтін айтуы бойынша әкім тапсырма берді. Еркебұлан ғой да, басшысы да, сол да. Еркебұлан келген алмас қой сізге. Жоқ, жалпы Еркебұлан ғой да, басшысы. Сол кесе алдында мен екінші күні өзім барып, бір апта бойы ана деді, мына деді, басшы больничныйда деді. То медигер келісе алмады, в общем, сол келісу мүмкіндік болмады. Алмастың өзімен екінші күні бардым өзім. Еркебұланмен келістірдім. Еркебұлан берген жауабы мынандай: әкім тапсырма берді дейді, тек қана пауэроптар бар ғой, осы ұзын жол кетеді, пауэрот болады ғой, кіретін. Сол пауэроттарға тек қана 1-2 метр тактильный плита банағыдай қондырсын деп тапсырма берді дейді. Сізге керек полный, барлық жол. Конечно. Жоқ, енді полный жол дегенде, мысалы, Ауезов па, полностью Ауезов. Владимирский маған дейтін тек қана маған Владимирскийдің пауэроттары маған не керек ол? Көзбой, ондай көзбойшылық керек емес маған. Мен дейтін, мысалы, жолда дейтін, айналада дейтін, арықтар бар, бордюрлар бар, мысалы, жүріп тұру қиын. Сонда сіздердің ұстанымыңыздарыңызда көзбояушылық жасау ма не? Жоқ, біз енді қалалық бөліммен іске асырылады. Мен білмеймін, кім іске асыратынын, бірақ қалай оғанда да іске асу керек. Сөйтсе? Сіз Айбек Бетеншек біздің басқарма басшысына сапарда, облыс әкімі бар. Мен білмеймін. Мен уақыт жазайын, енді дәл қазір сізге бұл мәселе шешілмейді. Шешілмесе тұрайық, онда көрейік. Бір жүр, 5-ші рет келіп тұрып қой. 5-ші рет келіп. Еркебұланға жауап сол жерде айтпадыңыз ба? Мен айттым мен Еркебұланға. Мен айттым оны. Солай деді. Сосын келесі жылы Махамбет Азаттық бірдеңе тағы бір көшелер, короче. Жоқ, не, ремонт алады деді. Сол кезде банағыдай төсейміз мен айттым, ол келесі жылы несі мен пока ештеңе білмеймін. Бірақ неге новый жолдарда осы нәрсе ескерілмеді? Сонда дейтін, новый жолдар салынады, бірақ біздің жағдай ескерілмейді. Неге ол? Еще госоргандар басшылары соған жауапкершілік алмайды ешқандай. Проектіде жоқ дейді, жол жауып тастай қояды. Сонда не, инвалидтердің проблемасы проблема емес, басқалардың проблема да не сонда. Ал естіп жатсыздар, мысалы, неде, телевизорлердің ақпараттардан, мысалы, метрода көзі көрмейді адам түсіп кетті. Ненің кестірі? Қолай отан болмағанын кестірі. Сізге арыз жазып кетіңіз. Мен ештеңе жазбаймын. Мен осы уақытта дейтін айтылып жатыр. Видео съемка жүріп жатыр, не жүріп жатыр, барлығыңыздар біліп жатырсыздар. Біліп жатқан жоқ емессіңдер, біліп жатсыңдар сендер прекрасно. Сонда дейтін, инвалидтер мәселесімен айналысатын бөлім жоқ па не сонда? Келсін ол. Шектеулі жандардың айналысатын бізде жұмыспен қамту. Білмеймін, келсін ол. Онда неге олар бірде-бір рет шықпай не істеп отыр? Сіз өздеріңіз шықтыңызға байланысты? Біледі, Альфия да біледі, Құралай да біледі. Олардың жауаптары? Олар жауап бермейді. Біздің жол басқармасы оның құзыретіне жатпайды. Жаяу жүргінші жолына. Мен кім? Нұржау. Кешірші, мен қарапайым халықпын. Мен білмеймін, не жатады, не жатады, оны сіздер өздеріңіз жақсы білесіңдер. Маған керегі қолжетімді орта неге қалыптаспады? Неге осы салған кезде біздер ескерілмей қалдық? Неге әлімгене біз біреудің көмегіне жүгініп қалада жүруіміз керек? Сол мәселе болды. Кім айналысады, қалай айналысады, ол менің шаруам емес. Басқарма басшысы қазір жоқ. Өздеріңіз шештіңдер. Сіздің нөміріңізді алып қалып, сізге телефон сұрайды. Басқарма басшысы не істейді ол? Заңға сай жасау керексіңдер сендер. Басқарма басшысына келіп өз салып ештеңе жоқ қой. Кім Айбек кешіресіз? Біле бар іште номерлар кімде бар аны? Алмаста, Еркебұланда бар. Еркебұланда да бар. Я сізге істеп хабарласармыз. Бастықпен сөйлесіп алайық. Ол мәселе. Ол не шешеді ол бастық дейтін?
Екеуінен қала басшысы айтты ғой енді, әкім тапсырма берді, бірақ ауыраттарға дейді. Қарастырайық, может, корректировка барлық жолға салар, сол мәселені қарайық. Оған корректировка бергенде, если қаражат қарастырылмаса, оған неге қарастырылмады? Сол айтайын мен сізге, Айбек. Ол қаражат қарастырылмағасын, қосымша қаражат талап етілсе, ол облыстық бюджетный комиссия шешімі керек жобаға түзету енгізу үшін. Жоқ, неге ол осы мәселені осы уақытқа дейін сол. Енді ол тапсырыс беруші қалалық бөлім болғасын, қалалық бөлім оларды бірден смотреть ету керек. Сіз енді оның жауабын естіп бәрін дейсіз. Естіген қанағат қойдысыз. Жоқ, сіз дейтін, мысалы, бірінші рет шығып жатқан жоқсың, бірнеше рет көріп жүрсің ғой, көріп жүрген жоқ емессің. Мысалы, неге осы нәрселердің барлығын ескерілмейсіздер? Сонда обязательно соқыр келіп тұру керек, айту керек, жүру керек, жылау керек, жату керек та, обязательно сонда ғана сіздер дейтін өзгеріс енгізесіңдер, тағы бірдеңе істейсіңдер. Президенттің тапсырмасын орындауға автоматически осы инвалидтер жағдай ескеруге сіздер істей алмайсыздар ма? Сонда қалай жалпы? Бізде салынып жатыр ғой, барлық социальный объектілердің қасына салып жатыр, өзіңіз қалай салынып жатқан? Барлық бізде поликлиникада, мектептердің қасында, сен оны жақсы, қағаз жүзінде салынып жатқан бар, бірақ дейтін өкінішке орай іс жүзінде ондай емес. Мына акиматтың ішінде айтпай ақ қойын. Қазір мен айтқан нәрсені бәрін дұрыстап қойып жатсыңдар ғой, алдында мысалы тактильный болған жоқ. 5-ші күні келіп салды. Жақында бастап отырған. Сен сондай нәрсе да. Мен бірдеңе айтсам, сосын соны алса келесіге типа жойса жоқ бар деген сияқты. Тағы басқа бір нәрсе, хотя өздерің осознанно істемейсіңдер оны ешқашан. USB-носитель отключен. USB-носитель подключен. Воспроизведение. Звуковые сигналы на светофорах. Озвучиваемые программы по отслеживанию маршрута общественного транспорта. Звуковые маяки на пешеходах, оснащенные остановки с соответствующими условиями и другие. На основании вышеперечисленных законов, постановлению нашего президента, принято правительство национального плана, международных нормативных актов и ратифицированных Казахстаном законов. Почему я, как гражданин Республики Казахстан, с ограниченными возможностями не могу добиться доступа к доступной среде? Разве по закону нашего государства все люди не равны перед законом? Я ведь такой же гражданин, как и все остальные. Почему я в наше время не могу свободно передвигаться по городу? Почему, несмотря на строительство новых дорог, не учитывается доступная среда? Почему мы не можем свободно передвигаться по этим дорогам? Несмотря на существующие программы отслеживания движения общественного транспорта, почему мы не можем самостоятельно, без посторонней помощи отслеживать его движение, находясь дома? На общественном транспорте предусмотрено устройство для объявления остановок, но на практике они не всегда работают. Где-то их выключают по желанию, а где-то они вообще... Әлі тапсырма берді, 2 ай болды, әлі беріп кетсіңдер ғой сол тапсырманы. Зачем государство выделило средства? Мен басқарма басшысы емес, мен дейтін прокуратураның апрельдегі кім, Нұржау? Кеше сайта емес. Апрельдегі 8-індегі қалалық прокуратураның қалалық әкімдікке берген надзорный акты бар. Что? Міндетті түрде қалада бағдаршамдар, жаяу жүргіншілер бейімделсін деген. Бізде бар ғой, дыбыстық бағдаршамдар. Бірге шығамыз да? Жоқ, енді сізге бірге шығамыз да? Ашып дейтін бар, автоматически. Жоқ, оны маған... Жоқ, қазір біз орнатып жатыр. Жоқ. Қазір медигер мекеме анықтап бұл бойынша. Барлық қаладағы қазір дыбыстық болады. Сегіз бағдаршамдар. Қазір дыбысты бар. Бірақ мысалы жоқ, енді сізге барлығы деп түсін ғой, бар. Міне қара, осы тұрасың, екі жақта шиқылдап отырады, сен білмейсің, қай жағына шиқыл. Алдында жүретін жол ма, или алдында мысалы мен дейтін Владимирский қиылысында, Гомаров пен Владимирский қиылысында тұрым, өте алмай жатыр. Бір гаи келіп, өт деп айқайлап жатыр да, мысалы машинадан. Ана жақта түсініксіз да, екі жақтан да шиқылдап жатыр. Ертең салық құрылыс уақытында. Мына оның барлығы не үшін оны не үшін істеп жатсыздар? Себебі өздерің осылай кабинетте отырасыңдар, 2-3 адам болып бастарын қосасыңдар, сосын барып шешесіңдер, сосын қондырасыңдар. Болды. Инвалидтермен ақылдасу, мына неде дейтін ұлттық стандарт бар. Ұлттық стандартта дейтін нақты көрсетілген қоғамдық бірлестіктермен
ақылдасып істелу керек деген. Дұрыс па? Бар ол нәрсе. Бірақ сіздер оны істемейсіздер, өздерің дейтін стол басында отырып шешіп аласыңдар, болсын қондырасыңдар. Соңында инвалидтер өздері келіп айту керек, оған қайтадан ақша бөлу керек, оның бәрі уақыт. Сол кезде істелінетін болса, қазір бетек біз әлі бастаған жоқпыз орнату жұмыстарын. Жоқ, ол қазір оны маған Алмас айтты, Асуд айтты, бірақ Асуд мәселесі емес, қазіргі таңда жоқ қой. Неге жоқ деген мәселе да. Енді қазір бастап орнатып жатыр қой және. Біз енді орталық көшелерінде бар дыбыстық бағдаршамдар. Енді қазір барлық Атырау қаласына орнатайын деп жатыр. Жақсы. Бұл жерде ескеріледі. Ескерілмей тұр вот именно. Енді алдағы уақытта ескеріп алып. Менде просто қарашты, прокуратураның надзорный акты бар, что қалалық әкімдікке соны жойсын деген. Прокурордың қалалық надзорный актін сіздер орнамай отыр, мысалы қалалық әкімдік. Сіздер облыс ретінде сол қалалыққа ешқандай даже тапсырмада, осы уақытта 2 ай болды мысалы жүріп келіп жүрген 4-5 күн сайын. Бірде-бір тапсырма қағазда берген жоқ, беріп жатқан жоқ мысалы. Тапсырма беріп жатыр. Білмеймін мен, ешнәрсе көріп жатқан жоқпыз. Нәтиже жоқ. Айтатындар просто осылай сөз, просто сөз. Қарапайым халық оны көріп жатқан жоқ оның нәтижесін. Сондықтан керек емес голослов. USB-носитель отключен. USB-носитель подключен. Воспроизведение. Светофоры не адаптированы для людей с ограниченными возможностями. Почему до сих пор, чтобы перейти дорогу, нам приходится прибегать к чьей-то помощи? Такая же ситуация на пешеходных переходах. Более того, в нашем городе практически невозможно свободно передвигаться людям с ограниченными возможностями по зрению. Если поднимаемые мной социальные вопросы противоречат закону, прошу полностью разъяснить. Алмастың жауабын естідік, біз уже қызық емес ол. Ол жауап мен қанағаттанбаймын ол жауапқа. Должны предоставлять наши интересы, молчат. Почему государственные служащие равнодушно относятся к поручению нашего президента и законам? Құрметті әлеуметтік салаға жауап беретін мемлекеттік қызметкерлер. Өздеріңіз білетіндей, Қазақстан Республикасында, Қазақстан Республикасы үкіметінің 2019 жылғы 28 мамыр нөмірі 326 қаулысымен бекітілген Қазақстан Республикасында мүгедек адамдардың құқықтарын қамтамасыз ету және өмір сүру саласын жақсарту жөніндегі 2025 жылға дейінгі ұлттық жоспар, бұдан әрі ұлттық жоспар енгізілді. Ұлттық жоспардың мақсаты мүгедектердің құқықтары туралы конвенцияны, бұдан әрі конвенция ратификациялауға байланысты Қазақстан Республикасы қабылдаған міндеттемелерді іске асыру және 2030 жылға дейін Қазақстанды әлеуметтік жаңғырту шеңберінде барлық осал топтар үшін қолайлы орта құру